Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Хейтуб арнасы. Бұл видео арнаның алғашқы видеосы болмақ. Сондықтан қазақ контентін қолдап, каналға тіркеле кетейік. Өздеріңіз көргендей, бүгінгі видео Зевс жайлы болмақ. Википедияның айтуы бойынша, Зевс ежелгі грек мифологиясында барлық құдайлар мен адамдардың ең мәртебелі құдайы. Оны гректер басқаша Юпитер деп те атаған. Мифологиялық аңыз бойынша, Зевс алып Крон мен Реядан туған кенже бала. Ол әкесінің үстемдігін құлатып, бүкіл дүниенің жоғарғы билігін өз қолына алған. Алғашта Зевс аспан әлемінің әміршісі деп есептелсе, кейін гректер оған адамзат тіршілігінің билігін де береді. Олимп тауы Зевстің жер әлемге үстемдік жүргізетін тұрақты мекені. Гректер аңыз бойынша Зевстан Аполлон, Афина, Артемида, Арея, Афродита, Гермес, Гефест, Дионис, Персефона тағы басқа құдайлар мен Геракл және Персей секілді батырлар тараған. Енді Зевстің тулу және жоғары құдайға айналу жайлы айтайық. Зевстің әкесі Крон болса, атасы аспан құдайы Уран болған. Крон әкесінің билігін аударып тастап, ең жоғары билікті қолына алған. Ол Рея үйленіп, көптеген балалары болған. Бірақ Уран өлер алдында Кронға өз баласы өлтіретін болжап айтып кеткен. Сол сәттен бастап бол баласы туылса болды, жеп қойып отырған. Крон өзінің үш қызы екі ұлын жеген соң, Рея жаңа туған Зевсті де жегізіп қоймас үшін бір кесек тасты Зевске ұстатып жасап қойып, Кронды алдаған. Ал Зевс өзі Крит аралына жеткізілген. Ол сонда өсіп жетіліп, әкесі Кронның кеудесінен өзінің аға әпкелерін құтқарып алады. Зевстің Крон жұтып қойған аға әпкелер Посейдон, Аид, Гера, Деметр және Гестия қатарлылар қайта туылады. Олар Зевсте бұрын туғанымен, ұзақ заман Кронның құрсағында жатып, Зевстен кейін қайта туғандықтан, бәрі де Зевстің үлкен аға көреді. Бұл бауырластар әкесі мен басқа да титандарға қарсы одақтаса отырып күресіпті. Соғыс ондаған жылға созылып, жер әлем ойран асыр болып, жеңіліс айқындалмайды. Кейін Зевс әжесі жер құдайы Геяның ұсынысын тыңдап, қамадағы жалғыз көз циклоптар мен үз қолында гекантохерлар босатады. Алыс ретінде циклоптар Зевске найзағай, Посейдонға үш аша айыр, Айтқа болса оны көзге көрсетпей тастайтын қара дуылға береді. Ал жүз қолды гекантохерлар соғысқа ерлікпен араласады. Сөйтіп олар ақыры Крон жеңеді. Зевс соғыста жеңілген титандар түгелдей жер астындағы тозақ әлемі Тартарға қамайды. Олар қашып кетпес үшін Зевс Айтқа бұйрық беріп, Тартарға 4 есік терезелі мұз дуал соқтырып, 1000 қолды гекантохерларға бақылатып қояды. Сондай-ақ Зевске қарсы шыққан титан Атласқа аспанды көтертіп қойды. Циклоп Полихемс туралы айтатын болсақ, сол уақыттарда жер құдайы Гея Тифон делінетін құбыжық туып, ол жер әлемге қауіп төндіреді. Зевс оны найзағай отымен соғып, Тифонның жүрегін өртейді. Аңыз бойынша Тифон қазіргі Этна жанартауының астына көмілген екен. Ол ашылған кезде жанартау магма атқылай бастайтын көрінеді. Көп жылдан кейін жер құдайы Гея Зевстің өз титан балаларымен түрмеде ұстауына ренжіп, титандар құдай Алкинеидті Зевске қарсы тұруға үгіттейді. Бірақ Геркулес пен басқа құдайлар Алкинеидті жеңеді. Ол да Тарттарға тасталады. Сөйтіп Зевске қарсы шығар ешкім қалмайды да, оның дүниеге үстемдігі басталады. Зевс қалам билігін қол астындағы боранға бөліп береді. Сөйтіп өз аспанды ұстайды. Посейдон теңізге, Айтты тозаққа үстемдік етеді. Олар әлемнің билеуші ретінде Олимп тауындағы салтанатты сарайда тұрады. Зевс әкесін тақтан құлатып, жоғары құдайдың тағына отыруды шешкенде, аңызға айналған соғыс басталды. Бір жағында құдайлар, екінші жағында титандар болды. Олардың көпшілігі Геяның ұрпағы еді. Аз ғана титандар бейтарап сақтап қалды да, Зевс пен оның серіктеріне көмектесуге шешім қабылдады. Сондықтан олар құдайлардың жеңісінен кейін кешірілді, немесе тіпті артықшылықтарға ие болды. Кеш олимпиадашылар қарсы соғысқан адамдар Зевстің терең орналасқан зындандарында қалдыруды бұйырған құлдарға айналды. Гея ұлдарының мұндай қорлығына сабырлы түрде шыдай ала ма? Тифон құбыжының пайда болуы туралы айтсақ. Құдайлардан кек алу үшін Гея Тарттармен одақтасады да, оның арқасында өмірге Тифон келеді. Грек поэттерінің сипаты бойынша ол адам және құбыжықтың сипаты аралас болған. Ол соншалықты құдіретті болды. Бір қолмен шығысты, екінші қолмен батысты ұстай алған.
Тифонның туулунан басқа нұсқасы да бар. Зевстің әйелі Гера өзі оны жасап шығарғанын айтады. Зевс Афинаның туулуна өте қатты ашуланды. Оған ашуланған Гера аяғын жерге тигізіп еді, жер екіге айырылып, іштен әлемге Тифонды көрсетті. Қалай болғанда да Тифонның ұшуы құдайларға нағыз қауіп болды. Жақында ғана титандарды жеңгендер Тифоннан қорқып жан-жаққа қашты. Кейбір грек поэттері құдайлардың Мысырда біраз уақыт жасырынғаны туралы айтады. Ал басқалар болса әр құдай өз элементтерін пайдаланған деседі. Мысалы, Афродита Эроттың ұлын ұстап алып, теңіз толқындарына тығылады. Құдай мен құбыжықтың шайқасы ұзақ және ауыр болды. Зевс айдаһармен батылдықпен күресіп, оның бұрынғы үстемдігін ұмытып кетті. Ұзақ күрестен кейін құдайға оның Тифонды жеңгеніндей көрінді. Зевс үлкен айдаһар сияқты жыландар оны орап алды. Тифон Зевстің барлық сіңірлерін кесіп, оларды әпкесіне, яғни жартылай әйел, жартылай дельфинге берді. Жоғары құдайдың дәрменсіздігін көріп, басқа құдайлар бұл күреске қосылуға мәжбүр болды. Ұрыс жалғасып жатқанда епті Гермес дельфин тұрған үңгірді тауып, Зевстің сіңірлерін ұрлап кетіп әкеліп береді. Сонда Зевс өз күшін қайтарады. Достар, мұнымен бұл оқиға біткен жоқ. Егер де әрі қарай не болғанын білгіңіз келсе, комментке жазып кетіңіздер.